Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін керемет лайфхакпен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Еттеріңіз дұрыс піспей қатты болып қалса, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен қойдың қабырға тұсынан еттерін алып, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қой болмаса жылқы еті де жарай береді. Кез келген сиыр еті де қайнатпа сорпаға жақсы кетеді. Әркім өзінің жағдайына қарай етті таңдап ала бересіздер. Құйрық май болғаны дұрыс. Қайнатпа сорпаның ішінде еттің бәрін жуып тазалап, қазанға салып, үстінен суды толтырып құйып, оттың астын қатты қоямыз. Толық сорпамыз қайнағаннан кейін осылай көбігін алып тастаймыз. Және енді біз көкөністерімізді тураймыз. Пиязды тураймыз. Пиязымыз неғұрлым көп болса, сорпаның дәмі тәттірек болады. Мен шамамен 2 бас пияз турадым. Және де болгар бұрышында турап аласыздар. Болгарскийді де көптеу 2-3 турай берсеңіздер артықтық етпейді. Және де сорпаға қосатын приправаларды қолдансаңыздар да болады. Және мен мына жерде сәбіздерді видеода көріп тұрғандарыңыздай үлкен-үлкен етіп турап алдым. Помидорды да осылай үлкен етіп турасаңыздар тамақтың ішінде әдемі болып көрінетін болады. Егер де ойламаған жерден үйіңізге қонақ келіп, ет асатын болып қалсаңыз, дәл осы әдісті қолданып көрсеңіз, етіңіз тез уақытта пісіп, жұмсақ болып шығады. Яғни банкымызды осылай барлық көкөністерімізді салып болғаннан кейін, ішін кішкене денесін үйретіп, сорпа құйып, 1-2 рет шайып жібереміз да, осылай 0,5 банканы салып жіберсеңіздер, еттеріңіз тез пісіп, жұмсақ болып шығатын болады. Банканы бірден салып жіберуге болмайды. Кішкене денесін үйретіп, ыстық сорпадан құйып 1-2 рет шайып жібересіздер. Содан кейін барып саласыздар. Және картошканы салатын кезде міндетті түрде банканы алып тастау керек. Содан кейін барып картоптарыңызды салсаңыздар болады. Себебі картошка тез пісетін болғандықтан банканы алып тастайсыздар. Енді сорпамыз дайын болды. Барлықтарыңыз осы әдісті қолданып көріңіздер. Керемет, видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.